Космонавт болмайсыз дейді ғой, сондай сұрақ. А дело было в январе, холодно. Он его сразу же тастап кетер едім ғой мен. Был такой момент, когда спросил студент, что такое пи. Я росла в семье преподавателем, хотя после школы выбрала другую стезю, пошла в архитектурно-строительный. Но в конце концов жизнь сложилась так, что я стала, как и многие члены моей семьи, преподавателем. Зашел, нашел зав кафедрой, поговорил, рассказал о себе. Вакансия была, он говорит, ну все, берем. С руками, с ногами. Өзім жалпы мамандығым инженер-электронщикпін. Производство жұмыс жасадым. Маған жалпы аудиторияда өзіңнің білгеніңді біреумен бөліскен ұнайды. Төртінші поколение мұғалім семьясынамын. Сондықтан бұл мұғалімдік маған ешқандай таңсық емес. Бұл кішкентай кезімнен де, может быть, неткен шығармын, армандаған шығармын. Сол армандарымның бірі. Пайда болған техникаларды, соларды студенттерге жеткізе білу. Ең ұнайтыным жастармен жұмыс жасау, біздің болашақта жас ұрпақты тәрбиелеу. Преподавать начитательную геометрию, инженерную графику, компьютерную графику, передавать свои знания. Ну, наверное, это общение прежде всего со студентами. А не нравится бюрократизм. Сәл мұғалімдерде қағазбастылық, осылар ұнамайтын негізі мен өзіме. Мұғалім болып келгеннен кейін ұнамайтын да көп, бірақ енді мынау ұнамайды деп айта алмаймын. Жоқ, ондай болған жоқ. Ондай болса уже тастап кетер едім ғой мен. Өзімде болған жоқ. Поэтому, когда началось онлайн-обучение, это для меня было что-то такое очень неприятное. Үмітті шығар деп ойлаймын. Сонда да мұғалім болғым. Тек қана техникалық жағынан. Наверное, да. Да, однозначно. Осы мамандықты таңдап, қазіргі жіберген өзімнің кемшіліктерімді қайтадан жақсылап, қателіктерімменен жұмыс жасап, осы жолмен қайтадан жүрер едім деп ойлаймын мен өзім. Вот со студентами интересно. Космонавт болмайсыз дейді ғой. Сондай сұрақтар қойылған. Был такой момент, когда спросил студент, что такое пи. Это, конечно, больше не удивляет не это, а просто вызывает переживания. Неге сіздер жаңағы мұғалім болып істеп жүрсіздер, производствоға неге бармайсыздар, ол жақта айлық жалақысы көп қой деген сондай сұрақтар көп қойылады. За компьютером иногда бывает, что они начинают искать на клавиатуре клавиши нужные. На вопрос, почему вы не дружите с клавиатурой, они отвечают, что сейчас они не пишут, а отправляют голосовые сообщения. Әрине, ол әрбір мысалға поколениеде, әрбір ұрпақтың өзіндік бір ерекшеліктері бар. Наверное, нет. ТикТока у меня нет. Разделяют, допустим, интересы те, кто увлекаются спортом,